Сындарма білімгерлер, мен 33-ші топ шебері Жайлыбаева Күлмара. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Photoshop. Photoshop суреттерді, мәтіндерді өзгертуге, түрлендіруге, сақтауға арналған ең танымал графикалық бағдарлама болып табылады. Photoshop графикалық бағдарламасы түстер палитрасымен жұмыс істеуге, суреттерді енгізуге және шығаруға, контурларын ерекшелеуге, түс таңдауға, сурет фильтрін таңдауға, өлшемі мен кеңейтілімін өзгертуге, суреттерді түстендіруге және басып шығаруға мүмкіндік береді. Adobe Photoshop программасы бұл графикалық объектілерді өңдеуге, өзгертуге және сақтауға арналған пакеттердің бірі. Adobe Photoshop программасымен жұмыс істеуге, оны импорттау мен экспорттауға, жалпы сурет салуға, түзетуге, цветокоррекция жасауға, каналдар, маскалар, фильтрлер және түрлі бейненің түстік түзетулеріне, түрлендіруге, бейнені басқа шығаруға мүмкіндік беретін мықты бағдарлама. Енді осы Adobe Photoshop бағдарламасының негізгі басқа элементтерімен таныстыратын болсақ, мен өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, мынау меню қатары болып табылады және сол жақтағы алаң бұл құрал саймандар панелі болып табылады. Осындай негізгі екі бөлігі бар және оң жақтарыңызда көріп тұрсыздар, бұл жерде бізде цветокоррекция жасауға мүмкіндік беретін алаң болып табылады. Енді біз егер де кез келген осы жердегі сайман құралдарға түсініктеме қысқаша беріп өтетін болсақ, алында құрал саймандардың панеліне тоқталатын болсақ, ең бірінші, бірінші тұрған құрал бұл орын ауыстыру. Яғни керек келген объектіні осыны басу арқылы біз орын ауыстыра аламыз. Екінші, ерекшелену аймағы, яғни бұл жерде тікбұрышты, овал тәріздес және горизонтальды жол және вертикалды жол ерекшелеуге болады аймақты. Құрал бұл лассо құралы деп аталады, яғни кез келген пішіні әртүрлі болатын заттарды белгілеп алу үшін арналған. Мынау бізде тез белгілеп алу, мысалы көп жағдайда бізде адамды бір формадан екінші формаға ауыстыру керек болады, немесе басқа бір затты белгілеп алып басқа жаққа көшіру керек болады. Бұл кезде бізде тез белгілеп алу деген осы құралдарының түрін көп қолданылады. Және инструмент бұл құрал рамка деп аталады, яғни кез келген суретті кадрирование жасаған кезде қолданылатын құрал. Келесі бұл пипетка құралы, яғни пипетка көп жағдайда мысалы түсті сол түске сәйкес таңдаған кезде пипетканы таңдап және түсті шешіп басаңыз, sonra сол түстің цветін таңдап алады. Мынау бізде нүктелік орнына қалпына келтіру қолғабы болып табылады. Бұл және кез келген мысалы дақты, керек емес нәрселерді кішігірім дефектларды жоюға арналған қолғабы. Келесі бізде қолғабы, одан кейінгі өшіргіш, бізде көп қолданылатын, одан кейін бір түске заметка жасау және градиент заметка жасау, одан кейінгі перо деген аспап көп қолданылады. Яғни кез келген объектіні сол фоннан бөліп алу үшін осы пероны қолданылады. Келесі бізде текст, горизонтальды текст, вертикалды текст және біздің түстерімізді таңдайтын палитра аламыз. Яғни мына шеттен қай түстер екенін түстер диапазонында біз осы түстерді таңдай аламыз. Негізгі құрал саймандар алаңы осы болып табылады. Енді біз кез келген файлды құру үшін файл бастамасын басамыз, создать дейміз. Яғни осы жерде бізде жаңа терезе шығады. Осы жаңа терезеде біз негізгі размерлерін шетін жазамыз. Яғни біздің құратын файлымыздың өзінің өшетін файлын
Günlük boyluk